маған қара, бірінші мен өзіңе звондадым, дұрыс па? Занят басып тастадым, қайта. Одан кейін мен саған жаздым. Мынау не деп жаздым? Артық ештеңе жазған жоқпын. Мынау не? Неге бұлай жасап жүрсің деп жаздым. Сен не істедің? Көзіңе делген жоқсың, ештеңе қылған жоқсың, просто алдыңда мен блокқа тығып тастадың. Одан кейін мен сізге звондадым. Аға, мен Ырысбала деген қарындасыңыз боламын. Шардарада тұрам, қызым, нағыз қызыңыз ба? Осындай нәрсе болып жатыр екен. Соны мен сізге әкесі деп алдыңыздан өтіп айтайын деп жатырмын. Сіз не дедіңіз ар жақта? Шеше істегендер кім болсаңдар, обаңдар, білгендерді істемаңдар деп. Сіз маған айттыңыз ғой кеше, кім болсаң обал, қолыңнан келгенді істеп ал деп. Аға, бүткілі менде жазылып тұр. Екеуміз 15 минут сөйлестік. 15 минут әкеп қойып берейін ба? Қолыңнан келгенді істеп ал дедіңіз. Аға, қойсаңызшы, істеп алайын ба дедім. Мен қазір сені кешірсем, ертең сен сияқты тағы бір арам тамақ шығады ана жақтан. Ойыстып айғаласпай қояйықшы, тілімізбен күнә жинамай қояйықшы деп. Бірінші саған жай сөзбен жаздым мен. Жазасын алсын, қолмен істейді. Пәленбай адамның 5000 теңгесін сыпырып алады. Ырысбаланың конкурсы деп. Сен менің кім екенімді білесің ба? Мен осындай екенімді біліп тұрып, сен неге маған жапсасың? Білмей қалған ғой енді. Ырысбала, елден басты қылыш кеспес дейді. Қылыш кесе ма, кеспей ма, оны өздеріңіз не қылбаңыздар. Маған айтпаңыздар апай. Анау сен алған 9 адам 5000 теңгеден. Менің қарғап сілеп, менің көрде жатқан әкеме дейін тіл тигізіп отыр. Түсініп отырсың ба сен соны? Сол 9-ның бәрі скринда бар, әкеп көрсетем. Құдайдан тапқыр деп маған арам тамақ деп аузына келгенін айтып отыр. Мен осы шоқып қалып білмеген бұл, білсек болсын, неғып кешін тұр, аяғына жалынат деп болсын. Жоқ, мен сізге де айттым сол кезде. Жоғай деп қойдыңыз болды. Мен кем мынау Шардарадан бар ғой, 1040 адам болса, неғып именно сіздерге барып соқтықсам мен? Егер қызыңыз кінәлі болмаса. Жоқ, мен осыншама немене ел деп, жер деп, бала-шағам бәрін тастап жүрмін таңнан кешке дейін. Осындай қыздар менің абыройымды қасықтап жинап жүрген абыройым төгушін істеп жүрмін осының барлығын. Кеше мен адам сияқты саған жаздым бірінші осыны әке-шешеңе жеткізбейін, сен де қызсың ғой деп. Қорқан ғой, жас қой енді, кішкентай ғой енді. Қайдағы жас маған? Кеше деген зіркілдеп тұр еді ғой. Кішкентай емес, бәленің бәрін біліп тұрып істеп тұр. Кішкентай емес, бәленің бәрін біліп тұрып істеп тұрсың. Ана номеріңе атыңды конкурс деп жазып қойып, сен кішкентай болсаң, сен бала болсаң, оны білмейтін едің. Бәленің бәрін біліп істеп тұрсың. Қолыңмен істедің ба, мойныңмен көтересің енді. Адам сияқты алдыңа мен сенің бірінші жаздым, звондадым. Көзіңнің сорасын ағытпа енді маған. Менің атымды былғап, елдің ол біреудің соңғы 5000 теңгесі шығар, сен қаяқтан білесің оны? Еще как қайтарады, сен жаздың ғой сен. Ырысбаладан 100 000 теңге ұттыңыз, 5000 теңге комиссиясын салып жібер деп. 5000 теңгесін алдың ба? 5000 теңгесін алғанның бәріне 100 000 теңгеден қойып бересің орнына. Мен сотта соны талап етем сенен. 18-ге толмағансың ба, әке-шешең алады жауапкершілігіңді. Участковый барды ғой кеше, бәрін түсіндірді ғой сенің тірлігіңнің. Сен оны прекрасно біліп істеп отырсың. Басымды қатырма. Мен адам сияқты емес екен. Бар ма 900 000 теңгең? Қайтар. 90 теңгесі жоқ қазір. Bir keşim Болса да ғой. Қандасым айналайын. Қанша болады қарты бұяқта? Өтініш сенен 9 жол кесілді. Bir жолға кесілді. Вообще, мен қолын күйген ұстамаңыз бәрін алып тұрсың. Не? Енді ғой істеген. Не істеген жоқ бұл ғой. Енді неменеге істедің әлі істемей? Не істеген жоқ бұл ғой. Вот деп болғанда жоқ бұл ғой. Істеген жоқ еді. Ақмақ қылған ғой енді. Ақмақ қылған. Негізі жоқ қылған дейді бәрімізде Bir keşimді өшмесін сені. Телефоныңыз бар ғой менде, хабарласамыз, мауында да бар. Бар. Арам тамақ деп аузына келгенін айтып отыр. Сол біздің арам ақшамыз тамағыңнан өтпей қалсын деп мен қарғап отыр 9 жағынан. Соның бәрі менің нервыма тимей ма? Талай кішкентай өшілер. Аға, сіз кешірім сұрамаңыз менен. Сіз кешірім сұрайтын ештеңе істеген жоқсыз. Сіз менің әкеммен үзеңгілесіп қойған адамсыз, сөйтіп менің алдыма келмеңіз аға. Сен қалай ұялмай 9 ана екеуін қайтардың 10-11 55 000 теңгені не басыңмен алып отырсың? Сол 5 000 теңгені тауып отқан мынау сенің шешең, әкең сияқты адамдар ғой? Жерден қазып жатыр ма не 5 000 теңгені адамдар? Сонда сенің көз жасың көз жас, ана халықтың 5 000 теңгесі көз жас емес па? Мен сені тауып алып үйістіп келмегенде сен қайтармайсың ба сол ақшаны? Бір Эльвира Н дегеннен түскен 5 000 теңге. Міне Жанара А 5 000 теңге. Міне